Барлығыңа сәлем достар. Бүгін біз 2020 жылғы шыққан «Все там» драмалық фильмнің шолуын талдайтын боламыз. Видео қызықты болу үшін соңына дейін көріңіздер. 16 жастағы Сүйон түнгі уақытта орман ішімен біреуден қашып келеді. Қыз құлап, басын ұрып алады. Бақытына орай кездейсоқ жолаушылар қызды байқап, оны ауруханаға апарады. Дәліздегі детектив телефон арқылы әріптесіне қыздың анасы қайтыс болғанын, ал әкесі шетелде жұмыс істейтінін айтады. Сүйон есін жиып өзіне келгенде, детектив келіп оқиға туралы сұрайды. Бірақ қыз оның сұрақтарына жауап бермейді. Қыздың мұғалімі палатаға кіріп, мектеп оқушысының табылғанына қуанады. Кейін палатаға шабуыл жасады деп күдіктелген мектеп бұзақылардың аналары кіреді. Әйелдер жанжал шығарып, балалары ештеңеге кінәлі емес деп шу шығарады. Қыз мүлде жабылып, тіпті дәрігермен сөйлесуді бас тартады. Мұғалімі мектеп директорына зардап шеккен оқушы 10 күн бойы ешкіммен сөйлеспейтінін және оған кім шабуыл жасағанын айтқысы келмейтінін жеткізеді. Директор бұл істің салдары мектептің дәрежесіне әсер етпеу үшін оқиғаға көз жұмды. Әріптес детективке телефон арқылы қыздың әкесі оған құнды ештеңе айтпағанын айтады. Меніңше, ер адамға қызына бәрібір. Сонымен қатар полиция бастығы бұл істі басқа детективке тапсыруды айтты. Өкінішті, жігіт болса қызға көмектескісі келді. Сүйон мектептегі қорлаудан шаршағандықтан ол өз өмірін қиюды шешеді. Осы кезде жұмбақ әйел палатаға кіріп, қызды тоқтатады. Бейтаныс адамның есімі Кан Леон. Ол өзін мұғалім кеңесші ретінде таныстырады. Ол науқасқа оған жасаған қасіреттер туралы еске салып әңгімелейді. Сүйон мұны тыңдағысы келмей, құлағын қолмен жауып Кан Леонға шық деп айқайлайды. Қыз кетер алдында мектеп оқушысына әлі оралып, оған көмектесетініне уәде береді. Түнде қыз тағы да орманда оны қалай қуып жатқаны туралы түстер көреді. Сүйон өзіне келіп жақсарғанда оны палатадан шығарады. Кенеттен мектептегі қызды үнемі қорқытатын бұзақы қыз пайда болады. Ол оны итеріп мазақ етеді. Қорқақ Сүйонге егер ол біреуге қорлау туралы айтса, оның соңы жаман болатынын ескертеді. Бұзақы қыздың жақыны жоқ болғандықтан оған дөрекілік танытады. Кан Леон бүкіл әңгімені есік алдында тыңдайды. Науқас шығарылған кезде әйел оны үйіне апарады. Қыз бейтаныс адамға сене бастайды, және олар бірге қаланы аралайды. Кенеттен олар Сүйонның егізін, сіңілісі Чан Йонды байқайды. Қыз олармен сөйлесуден бас тартады. Сүйон Кан Леонға ата-анасы кішкентай кезінде ажырасқанын айтады. Сүйон әкесімен қалды, ал Чан Йон қайтыс болған анасымен қалған. Сүйон әпкесін табуға тырысқан болатын. Кан Леон егізін бақылап отырып, оның дүкеннен косметиканы ұрлап жатқанын көреді. Әйел Чан Йонды қуып жетіп, әпкесін мектепте үнемі мазақ етіп жүргенін айтып, қыздан көмек сұрайды. Бірақ бұл қызға қызық емес. Кан Леон Чан Йонға ақша керек екенін түсініп, егер қыз әпкесіне көмектесе алса, ақша төлеуді ұсынады. Мұғалім кеңесшісі балалық шағында ажырасқан әпкелерге бірін-бірі жақсырақ білу үшін біраз уақыт бірге тұруға кеңес береді. Өмірінің жартысын көшеде кедейлікте өткізген Чан Йон әпкесінің жайлы пәтерін ұнатады. Ол мұнда қалуға қарсы емес. Кан Леон қыздарға киім ауыстырып, рөлдерін алмасуға кеңес береді. Алайда мектепке бару идеясы сіңілісін қызықтырмай, ол кетуді шешеді. Кейін Кан Леон Чан Йонға оған әпкесі мазақ еткен бейне жазбаны жібереді. Чан Йон әпкесін өзін қалай мұндай мазаққа мүмкіндік беретінін түсінбейді. Ашуланған қыз мектеп формасын киіп, Сүйонның орнына мектепке баруды шешіп пәтерге оралады. Келесі күні өзіне сенімді қыз әпкесінің орнына сыныпқа келеді. Бірақ бұзақылар бірден келіп, олардың алдында қорғансыз Сүйон екеніне сенімді болып, қызды мазақ ете бастайды. Чан Йон қыздың дауысы мен күлкісі әпкесін ұрып соғу бейнесіндегі сияқты күлкі екенін тез анықтайды. Ол қызды қабырғаға оңай лақтырып, оны телефонның камерасына түсіріп ұрып соғады. Қалған оқушылардың бәрі ұрысқа араласуға батылдары бармай шошынып тұр. Мұғалім пайда болып, екеуін де өз кеңсесіне шақырады. Мұғалім бұзақы қызды жақтайды, өйткені оның бай қуатты анасы бар. Ол Сүйоннан сыныптасын кешірім сұрауды талап етеді. Алайда Чан Йон келесі жолы бұзақыны әлдеқайда қатты ұруға уәде береді. Таң қалған қыз сыныптан шығып кетеді. Чан Йон мұғалімге араласпауды бұйырады, әйтпесе ол жаман аяқталатынын түсіндіріп кетеді. Үйде Чан Йон әпкесі мен мұғалім кеңесшісіне бұзақы қызды сазайын берген бейнесін көрсетеді. Кан Леон сіңілісін қолдайды. Келесі күні тіпті мектептегі бұзақылар тыныш жүрген қызға қарауға қорқады. Үйге барар жолда қыз детективті жолықтырады. Ол оның Сүйон екеніне сенімді болып, өз көмегін ұсынып визит карточкасын береді. Бірақ мектеп оқушысы қазір бәрі жақсы деп жауап қайтарады. Чан Йон әпкесіне көмектескені үшін алған ақшасына көп киімдер сатып алады. Ол үйге тортпен оралады, өйткені бүгін егіздердің туған күні болады. Чан Йон өзінің әпкесінің бай өміріне әрдайым қызғанышпен қарайтынын айтады.
Ол болса әкемді жеткілікті көрмедім және анамды қатты сағындым деп жауап береді. Кейін Сүйон кеңесшісіне бұзақыларды кешіргісі келетінін, бірақ оны қалай жасау керектігін білмейтінін айтады. Келесі күні Сүйонның өзі мектепке баруды шешеді. Ол директордың бай бұзақылардың анасымен әңгімесін тыңдайды. Директор оның алдында өзін ақтап, Сүйонды басқа мектепке ауыстыруға уәде береді. Ашуланған ол дәретханаға жүгіріп кетеді. Онда тағы да сыныптасының әзілдігін сезінген бұзақы қыз кек алуды шешеді. Ұрып соғылған Сүйон пәтеріне әрең жетіп, есігінің алдында құлайды. Жарақаттар алған әпкесін көрген Чаньон ашуланып, ол бұзақы қызды біржолата тоқтатқысы келді. Чаньон бұзақы қызға қарындасын қорлау туралы жазбаны жібереді. Ол оған қоңырау шалып, бейнедегі орманға келуді бұйырып, келмесе ол детективке шындықты айтатынын жеткізеді. Бұзақы қыз оны жазалағысы келді, бірақ оның орнына басына соққы алды. Ол өз-өзіне келіп, байланып жатқанын байқайды. Оның үстінде Чаньон жымиып қызға қарап тұр. Ол бейнедегі әпкесін мазақ еткен осы бұзақы екеніне 100% сенімді болды. Өйткені ол бейнедегі жолда адаспай тез тауып келді. Чаньон сұйықтық бөтелкесін алып, тұтқынға бірнеше жұтым ішуге мәжбүр етеді. Бақытына орай ішінде құры су болды. Қыз екінші бөтелкені ондағы қышқыл сұйықтықты алады. Қорқақ қыз оны босатуға өтінеді. Чаньон қызды босатып, қашып кетуге мүмкіндік береді. Бұзақы қыз үнемі жан-жағына қарап, қолдарын байланған күйі жүгіреді. Кейін ол фильмнің басындағы Сүйон секілді шалынып құлайды. Егізі пайда болып, сіңілісін тоқтатуын өтінеді. Ол тұтқындаушыны босатуға тырысады, бірақ Чаньон оны итеріп жібереді. Кейін Канлион келіп, жазаның тым алысқа кеткенін көреді. Кейін әйел полицияны шақырады. Чаньонды учаскеге апарады. Полицейлер бұл Сүйон деп ойлайды, ал ес-түссіз жатқан бұзақыны ауруханаға апарады. Канлион мәселені өзі шешетінін айтып, егіздерге үндемеуді бұйырады. Кеңесші полиция қызметкерінің дәлелдері де, куәгерлер де жоқ екенін түсінеді. Сонымен қатар қыз кәмелет жасқа толмаған болатын, сондықтан оны босатуға мәжбүр болды. Детективке ауруханада әріптесі қоңырау шалып, бұзақы қыз есін жиып, үнемі бір сөзді қайталай береді дейді. Ол жалғыз емес. Детектив бірдеңе дұрыс емес екенін түсініп, Сүйонның пәтеріне келеді, бірақ ол жерде ол ешкімді таппайды. Шынына келетін болсақ, Сүйонның егіз сіңілісі жоқ екендігі белгілі болды, және кеңесші мұғалімі ешқашан болған емес. Фильмнің басында қыз құлап, басын ұрған кезде көптеген қорлаудан кейін ол өзін қорғау үшін екі жаңа жеке тұлға ойлап тапқан болатын. Батылды сіңілісі Чаньон мен сабырлы кеңесшісі Канлион. Сүйонның санасы үнемі осы үш адамның арасында ауысып отырды. Сондықтан бұзақы қыз ол жалғыз емес деп бір сөзді қайталай беретін. Соңына қарай Сүйон шетелге ұшпақ болып, әуежайда кеңесші мұғалімнің тұлғасымен қоштасады. Қыз Канлион сияқты мықты болғысы келетінін және ешқашан өзін ренжітуге мәжбүр бермейтінін айтады. Бүгінге осы достар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Киношолу арнасы